Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Bamix YouTube арнасы. Бүгін біз өзіміздің гусеницаны осылай Алматы қаласының жоғары жағына сіздер үшін тексеруге, айдап көрсетуге алып келдік. Естай екеуміз әрине. Өзіміздің спринтер Мерседеспен келгенбіз, ол мына жерде буксовайттап, сонымен осы жерден түсірдік, жоғарыда баруға болатын еді. Бұл гусеницаны қысқаша сіздерге шолу айта кетейін. Қазір өзіміз бастамас бұрын Инстаграмға видео түсіріп, ары-бері айдап жүріп көрдік. Естай, пару слов про гусеницы деп қойсын. Ал жігіттер, ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Енді көптеген кісілер алдағы уақытта неге қарға түсірмейсіңдер, қарға түсірген видеосы бар ма деп сұрақ қойып жатады ғой. Алдағы уақытта алдында біз топыраққа қателеспесем айдаған болатынбыз. Топырақта енді нормально жүрді, бірақ енді шыны керек гусеница топыраққа арналмағандықтан ол жақта кішкене слабыйлау болған. Қазір таңда біз қарға алып келдік. Тобықтан келетін қар, міне көрсеңіздер. Тобықтан келетін қарда еще бұл жабысқақ қар болып тұр қазір. Тобықтан келетін қарда біз айдап көрдік. Ешқандай проблема жоқ, жігіттер. Бұрылу жағынан, қалай бұрылады, қалың қарда бұру қиын емес па деген әңгімелер болып отыр ғой. Ол жағын сіздерге толықтай осы видеоның аяқ жағында көрсететін боламыз. Айдап, жүргізіп, бұрылуынан, тартымы жағынан ол жағынан проблема жоқ, жігіттер. 300 куб қазір тартып тұр. Екінші, үшінші скоростармен қазір айдап көрдік. Енді жазық дала болса, біз қалың қар болса, одан да жақсы видеоларымыз шығарамыз. Алдағы уақытта енді бұйыртса деп отырмыз. Ал Ерназар. Естай, мынау сенің биылға бірінші қарың ғой, көріп тұрған, Иә. Ал енді айдап көрсетейік, жүрісін көріңіздер. Бір басқаннан ғой. Қазір жолдың жиегіндегі тапталған қар, қазір былай қарай кіріп, кішкене қалыңырақ қарға керек. Ал кетті ал. Atlandık Allah! Allah! Бекер отырмай, каналға лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жаза отырыңыз. Сіздер үшін мынандай суық күнде қарды кеп түсіріп жатырмыз. Енді байқасаңыздар, гусеницаның бір адаммен де екі адамға да қарамай тартысын көрдіңіздер. Қазір қардың қалыңдығы тобықтан ғана келіп тұр. Енді бұл тізеден, саннан келетін мынандай қарларда да керемет жүреді. Өйткені бұл заводтан шығатын кезде қытайлар арнайы тексеріп көріп шығарады. Бекерден бекер шығармайды. Түсіндіңдер ма десеңіз? Сол жайында толық информация бере кетейін. Бұл заводтан арнайлап заказ берілген болатын. Арнайлап заказ берді. Қазақстан нарығына Bamix компаниясы бірінші рет әкеліп тұр. Алдыңғы жолдар көріп жүрген шығарсыздар, 2020-да 21-де бір
қысқа нұсқалар келді да, мынандай қысқа нұсқалар келді. Ол енді білмеймін енді оны енді толыққанды. Оны жамандағаным да емес, бірақ осы ұзын варианттары өте ұзын, көрдіңіздер. Қарға батпайды, қалың қарда. Еще жалпақтығы қанша салмағы жалпақтығы? 32 сантиметр. 32 сантиметр құрайды жалпақтығының өзі, жігіттер, бұл нарықта жоқ. Және де 20 сантиметр. ұзындығы 1,20 екен. Задний алдышы. Алды тоже 1,20, жалпақтығы 30 сантиметр болады. Жалпақтығы 30 сантиметр құрайды, алды ұзындығы 1,20, жігіттер. Бұны арнайлап Қытайдан заводтан шығарған кезде, енді Қытайда да биік таулар бар, сол тауларда, қалың қарларда бұны арнайлап мотоциклмен айдап тексерген болатын. Ол жерде ол ешқандай қиындықсыз жүрді. Алдыңғы жолы видеомызда салғанда топырақта кішкене қиналған болатын. Енді бұл топыраққа арналмағандықтан, қазір қарға ғой. Қарда бұрылу жағынан проблема жоқ, жігіттер. Жанына сәл қисайтсаңыздар болды, бүйтіп қисайтасыздар, рульді бұрсаңыздар болды. Вррр ғой. Бір 2 круг жасасаңыздар смело үйреніп аласыздар. Бұның комплектте жүретін салмағын айта кетейін. Общий салмағы 55 килограмм болып жүреді. Артында осындай шынжыр табаны, орнататын темірлері және алдыңғы шаңғысымен бірге жүреді. Жаңа Естай айтып кеткендей, шөпте топырақтың үстінде айдап көрген болатынбыз. Ол кезде бұрылу қиын болып, әркім әрқандай комментарий жазған. Бұл қарға алып келіп тексеріп жатырмыз. Енді болашақта сіздерге қалың қар жауса, қалың қарға да апарып тексеріп видеоларымыз шығатын болады. Чота Естай. Енді характеристикасынан жеке-жеке тоқталайықшы мына жерде. Көп клиенттер сұрайды ғой, бұл қандай материалдан жасалады, полный темір ма, ауыр болмай ма, және де 300 кубтық мотор, 250 кубтық мотоциклдер келе ма, оны мотор май жеп кетпей ма деген проблемалар болып отыр ғой. Енді в основном сұрақтар сол. Енді ол жерге де тоқтала кетейік. Қазір таңда 300 кубтық мотоциклге салдық, яғни X22 Bamix компаниясының цепной двигатель баланс сервисіне валымен ешқандай проблемасы тартып тұр. Екінші және үшінші скоростармен ұрып тұр ғой. Бұл жазық далаға болса, төртінші, бесінші скоростарға салып алып әкете берсең болады, нормально. Салмақтығы бойынша Ерназар салмағын айтып кетті алдында. Толыққанды. Ешқандай ауырлық танытып тұрған жоқ. Жігіттер, ол сіздерге апарып қалың неге балшыққа апарып салмайсыздар, бұл гусеницаны болмаса, бұл гусеницаны салып артынан тележке бірден келіп сүйремейсіздер, ол жағынан проблема болмайды, жігіттер. Бұл жеңілдетіліп, қар жұмсақ болғандықтан бұл жеңілдетілген, үстінде баса бересіздер. Қалың қарда бұл еще больше тартатын болады. Өйткені жұқа қардың өзінде қазір өзінің достоинствосын көрсетіп тұр. Қалың қарда бұл проблема болмайтын болады. В основном, жігіттер, қалың қар бар жақтар хабарлассаңыздар болады. Бұның енді көбісі сұрап жатады, резинкасы қыста қатып қалып сынып кетіп жатпай ма деп. Жоқ, бұл арнайы қысқа суыққа арналып жасалған резинка, гелевый. Байқасаңыздар, міне ішінде және де жыртылып кетпеу үшін осындай темірлермен әр осындай жолдың ортасын темірмен қыстырып қойған. Ішінде резинканың ішін байқасаңыздар, мынандай жіппен жасалған құр резинканың өзі емес, гелевый резинка ішінде жібімен болады. Және айта кететін роликтері 6 ролигі бар. Айналдырып, шынжыр табанды айналдырып тұратын. Бұл қалай айналады десеңіздер, мотордан шыққан цеп 520 цепті қысқартып алып, осының өзінің орнататын звездочкасы бар. Соны орнатасыздар. Бұның ішінде шынжыр табанды айналдыратын цеп болады. Сол цеппен айналдырып жүріп отырасыздар. Содан кейін өздеріңізге көріп тұрғандағыдай бұның задний амортизаторын шешіп тастап, установкасы жағынан келіп жатырмын ғой енді. Задний амортизаторын шешіп тастап, арнайы рычаг қойылған. Осы рычагпен салынатын болады. Бұл рычаг, жігіттер, кез келген мотоциклға келетіндей қылдырып, заводтан арнайлап заказ бердік. Бұл рычагты көрінген жерден таба алмайсыздар. Яғни бұл мотоциклдардың любойына келетін форматта жасалған. Кез келген эндуроға. Кез келген эндуроға, дұрыс айтады. Кез келген эндуроға. Ал классика модельдеріне келтіру енді ол жағын білмедік енді. Толыққанды өтірік айтпай қойық. Модельдерімізге арналған гусеницаларымыз бар, бұдан кішірек болып жасалған. Бұдан кішірек. Бұдан кішірек. Оған да арнайы видео түсіретін боламыз. Ол бірақ бұл сияқты емес, жігіттер, оның характеристикасы бөлек болады. Енді бұл жағын айта кетсек, 520 цеп салынған, двойной өзіңіз Ерназар айтып кетті. Және де 6 роликтен құралған, плюс айта кетейін, амортизатор. Амортизатор бұл жерде гусеницада орналасқан. Қарасаңыздар, басып көрсетейік. Тарт қолыңды. Міне көрдіңіз бе, жігіттер, амортизатор уже гусеницада орналасқан, ешқандай. Екі амортизатор еще жұмсақтығы өте жұмсақ беріп тұр. Енді ешқандай қатты болмайды. Гелевый арналасқан звездочкалар қойған. Звездочкаларын қалай көрсетеміз сіздерге? Мына жерде шығып тұрады. Гелевый, чтоб бұл 40 градус суықта қатып, сынып, ешқандай проблема болмайды. Гелевый қойған. Темірден емес, темірлер суықта морт сынып кетеді ғой. Ондай емес, гелевый қойған. Бұл тартатын звездочкасы. Значит, бұл гусеницаның резинкасын айналдыратын. Тағы не айтамыз? Және осындайды қар қалың жерде аңшылыққа, моянға шықсаңыздар, мына жерге өзіңіз қолдан багажник жасап алсаңыз да болады, үстіне қойып, ары бері тасымалдағанға, зат тасымалдап, ары бері сосын
данный дептім ғой, ё-моё, не деп кеттім құрсын. Артқы тормоз мен алдыңғы тормозына келіп тоқталайық. Алдыңғы тормозы, енді алдыңғы тормоз жоқ, өздеріңіз көріп тұрсыздар, суппорт өзімен өзі тұр. Бұл дөңгелектің суппорты болатын. Ал алдындағында дисковый тормоз орналасқан арнайлап өзіне. Және де бұл дисковый тормозды комплект шығады өзінде, иә? Гусеницаның өзінде бұл дисковый тормоздың комплект өзі шығып тұрады диктер. Просто так саласыздар. Тормозын цилиндрді полностью алып тастайсыздар да, гусеницамен бірге жүрген цилиндрді бұрап саласыздар. Сосын тормозды качать етіп, прокачка жасап, жидкоспен осы гусеницаның тормозы қысатын болады. Бұны қалай орнататынын барлығын алдағы видеоларда салатын боламыз. Арнайлап, бір күнімізді арнап, как положено қойып, қайсысы қай жерге келетінін соның бәрін орнатып көрсететін боламыз. Вот, енді жігіттер, бұл гусеницаны алғаннан кейін сұрақтар көп қой, айта берсек. Қалың қарда жүре ма, немесе жұқа қарда жүре ма, тартысы қалай, мотор май кетпей ма? Енді көптеген клиенттер сатып алмаса да енді сұрақтарын қойып жатады. Енді соған толыққанды жауап бере кетейік. Қарасаңыздар, енді бұл жерде мен айтайын сіздерге. Бұл қалың қарда немесе жұқа қарда жүрген кезде бұның сыртындағы, яғни гусеницаның резинкасы созылып кетпей ма, болмаса секіріп шығып кетпей ма деген сұрақтар болады. Ол жағынан информация бере кетейін. Арнайлап осы жерде мынандай регулировка жасайтын темір орналасқан. Двойной 19-лық болтпен бұралады жігіттер. Қалың темір. Осы темірді болтты бұрау арқылы бұның гусеницаның несін регулировкасын жасауға болады, немесе босатуға, немесе бұдан қатайтуға. Чтоб бұл қаттығып қайтайса, бұл арматураға сығылады, ұзарады, еще мына гусеница уже қатты болады. Любой жерден, любой батқан жерден қазып шығып кететіндей болады жігіттер. Регулировкасы содан болады, иә. Сосын мына регулировка тоқтата кетейін, ерназар. Мына жерде қарасаңыздар, мына жерде тағы да бір болттар тұр. Мына болтты мен бағана бұйым жетпей қойды да, короче, ары бұрайым, бері қарайым. Содан бұл болтты көтеретін, может бұл гусеницаны көтеріп түсіретін бәле шығар деп ойладым. Бірақ ол емес екен. Чтоб бұл болтты босату арқылы мен мына цептің босағанын көрдім. Значит, мына жердегі болт бұл цептің регулировкасын жасайды жігіттер. Цепті босатуға немесе қатайтуға арналған болт екен бұл. Ал енді алды жағында айта кетейін, алдыңғы шаңғысында байқасаңыздар, екі амортизатор кеп шаңғыға орналасқан. Бұл шаңғының орнататын темірі арнайы осындай пружинасы болады. Неліктен десеңіздер, андай волна жерлерден мына шаңғысы сынып кетпес үшін мына пружина ары бері ойнатып қызметін атқарып тұрады. Бұл алды орнату вообще оңай, артынан қарағанда. Құр дөңгелекті шешіп, темір арқылы орната саласыз болтпен қатырып. Енді ерназар екеуміз бар білгенімізді айтып, сарнап бағанын бір сөйлеп жатырмыз ғой жігіттер. Іштеріңізде пісіп кеткен шығар. Енді іштеріңіз пысқанша, бекет отқанша астында подписканы басыңыздар, лайктарды қосыңыздар, достарыңызға таратыңыздар жігіттер. Гусеница туралы оларда информация біліп жүрсін, мототехника жайында информация біліп жүрсін жігіттер. Мың рет естігеннен бір рет көр дейді ғой. Сондықтан да біздің гусеницамызды алып, бір рет рахатын сезінсеңіздер. Ne var gitsin. Şakalı vitet otur, şakalı vitet. Salmayın bunu ne? Ol salak etsin. Videolarınız ұнаған болса, толыққанды астына подписка жасап, достарыңызды таратып, лайктарыңызды басыңыздар. Ал еге. Мен бірге Bamix YouTube арнасы. Йо, алдағы уақытта жақсы видеолар көрсетеміз. Комментарий жазып кет, родной!